Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай күріштен жасалған тефтели жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қазанымызды отқа қойып, жарты ожау майымызды құйып, пиязымызды қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Соңынан картопты салып, жақсылап барлығын қуыратын боламыз. Барлығын қосқанда 20 минут уақыттай қуыратын боламыз. Қуырған сайын тағамның дәмді бола түседі. Соңынан томатты салып, жақсылап қуыратын боламыз. Мен томаттың үйде жасалған түрін қолдандым. Дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Және де суымызды құйып, қайнатуға қоятын боламыз. Оған дейін жаңа тефтелидің начинкасын дайындайтын боламыз. Фаршқа пиязымызды салып, күрішті 20 минутқа қойылған күрішімізді алып, араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұзын және де паприканы, қара бұрышты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды қойып, дөңгелектеп орап алатын боламыз. Яғни ұнға аунатып дөңгелектейтін боламыз. Дайын болған тефтелилерімізді баяу отта 25-30 минутқа қайнатып алатын боламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығатын болады. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда келесі шыққан видеомда алғашқы болып көретін боласыз.